Қалып шаһар Алматының іргесіндегі демалушылар ең көп баратын Қапшағай қаласын абаттандыру жұмыстары қыза түсті. Қазір орталық саяжайы жөнделіп, қалалық жағажай қалпына келтіріліп жатыр. Күн жылығалы, аулалардың ажары ашылып, балалар ойнайтын алаңқайлар мен жолдар күрделі жөндеуден өткізіле бастады. Қала көшелеріне қуат көзін үнемдейтін шамдарды орнатылудан, себебі Қапшағай 9 жолдың торабында орналасқан. Сондықтан қаланың атына заты сай болуы тиіс дейді мамандар. Қазақтың біртуар перзенті Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың қолтаңбасы сайрап жатқан Қапшағайға жаз мезгілінде күніне 4000 адам келіп кетеді екен. Қазақстанның Лас-Вегас атанып кеткен қаладан бұл күнде қысы-жазы қонақ үзілмейтін болған. Ақылы демалыс орындары өз алдына, айдыны жарқырап жатқан Айнакөлдің жағасынан жергілікті тұрғындар тегін демалатын қалалық жағажай салына бастады. Оның құрылысына 265 миллион теңге бөлінген. Ал орталық саяжайда күрделі жөндеуден өткізу жұмыстарына жергілікті бюджеттен 153 миллион теңге қаралыпты. Қалалық саяжай көптен бері күрделі жөндеу көрмеп еді. Биыл бюджеттен қомақты қаржы бөлініп, бәрін жасап жатыр. Оның ішінде 3 саяжай бар. Спорттық алаңдар мен бассейн де болады дейді. Соңғы жылдары қаламыз гүлге оранып, өсіп, өркендеп көркейіп келеді. Жақын маңда тұратындықтан балаларымызды әкеліп, осында ойнатамыз. Билікке айтарым, көп қабатты тұрғын үйлердің ауласындағы балалар алаңқайларын көбейту керек. Мына Қапшағай қаласы өздеріңіз жақсы білесіздер. Алматы қаласының төңірегінде жақын орналасқаннан кейін жаздық сезон басталған кезде барлық тұрғындар бізге келіп демалатын. Жағажайымыз бар, саяжайымыз бар. Соған туризмді дамыту ары қарай жұмыстарын жүргізу үшін үлкен жұмыстар жасалынып жатыр. Сонымен қатар көшелер жарықтандырылып, бағаналар ауыстырылып, қуат көзін үнемдейтін жарық диодты шамдар ілінуде. Ал аулаларды абаттандыруға 100 миллион теңге бөлінген. Қапшағай мен Арна ауылында қала ауылішілік жолдар жөнделіп жатыр. Қапшағай қаласында жолдар жөндеуге бюджет қаражаттан 330 миллион ақша бөлінді. Бүгінгі таңда бірінші этап бойынша 166 миллион ақшасын игеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде Қапшағай қаласындағы ауылдармен қосқанда барлығы 12 көше жөндеу жұмыстарын өткізіледі. Алдағы уақытта Заречный, Шеңгелді ауылдық округіндегі көшелер жөнделе бастайды. Қапшағай мен қала іргесіндегі ауылдарда 200 шақырымға жуық қатты жамылғылы жол бар. Оларды күтіп ұстауға жыл сайын қомақты қаржы бөлінуде. Қаланы абаттандыру жұмыстарының сапалы жүргізілуін, бөлінген қаржының мақсатты түрде игерілуін ұдайы қадағалап отырамыз. Инвестор тарту жұмыстарда басты назарда. Қаланың көркеюіне жергілікті кәсіпкерлер де бір кісідей атсалысып келеді дейді жергілікті билік өкілдері. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, Хабар 24.